Алла Тағала үш кісіні жек көреді дейді да. Алла Тағала, мынау өте маңызды нәрсе ше. Алла Тағала үш кісіні жек көреді дейді. Бірақ тағы бір үш кісіні одан қатты жек көреді дейді. Ең біріншісі дейді. Алла Тағала үш кісіні жек көреді, үш кісіні одан қатты жек көреді. Ең біріншісі Алла Тағала пасықтар жек көреді дейді. Пасық деген күнәсін ұялмай жария жасайтын кісіні айтады шариғатта пасық деп. Яғни үлкен тұрау, ұстаз тұрау, мұғалім тұрау, мектептің мұғалімдері тұрау, қарамайды, аузынан ақ ит кіреді, көк ит шығады, насыбай ойнап тұрады, демек вообще арсыздық қой. Пасық деп айтады солар. Алла Тағала пасықтарды жек көреді дейді. Бірақ қария болып тұрып пасықтық істейтіндерді одан қатты жек көреді дейді да. Үлкен кісінің күнә жасаған жаман дейді ғой негізі. Қазір білесіздер қоғамда үлкен кісілер деген жап-жас қыздармен мысалға да пенсия алса болды, саунадан шықпайтындары бар, ондайлар бар. Міне Алла Тағаланың қаһары соларға қатты дейді да. Қарт болып тұрып кірмеген ақыл қиын дейді да ол нәрсе. Міне Алла Тағала пасықты жек көреді, қария болып пасық болған кісіні одан қатты жек көреді дейді да.